Видеомда сіздерге үлкен кісілердің су ішуі туралы айтқым келіп отыр. Мысалы, үлкен кісілер дәретке жиі барамыз, түніне сыртқа шыға береміз, ұйқымыз бұзылады деген сияқты суды өте аз ішеді. Мен ол дұрыс емес деген болар едім. Үлкен кісілер қайта суды көп ішу керек. Өйткені үлкен кісілерде қимыл әрекеттері өте аз болады. Қимыл аз болады көбінесе, жүріп тұрып, енді кішкентай бала қарайтын шығар, басқа қылатын шығар, дегенмен қимыл аз болады. Ал үлкен кісілерде су жетіспеушілігі мол болады жастарға қарағанда. Өйткені байқап қарасаңыздар, үлкен кісілердің қолдары құрғақ болады, әжімдері құрғақ болып көрініп тұрады, беттері құрғақ болып тұрады. Соның бәрі судың жетіспеушілігінен. Ал енді үлкен кісілер кешкі сағат 5-ке дейін суды мол ішетін болса, әрине қайнаған су, болмаса жылы күйінде су, болмаса ана талибада дейді ғой, холодильникке, морозильникке мұздатып алып, мұз қылып алып, содан кейін шығарып қойып қойса, комнатный температурада жылы күйінде ішетін болса, үлкен кісілерге өте дәрумені бар су болады бұл. Бұл судың ішінде де мысалы кальцийлер болады. Судың ішінде де өз дәрумені болады. Кальцийді біз мысалы жетпейді деп көбінесе кальций анапына ішіп жатамыз. Жоқ, суда да кальций бар. Сондықтан судың өзінің құрамында да адамға керекті дәрумендері болады. Адамның денесіне керекті дүниелер болады. Сондықтан суды көбірек ішіңіздер. Су көп ішкен сайын сіздің мысалы неңіз, есте сақтау қабілетіңіз барлығы жақсы болып тұрады. Енді сонымен қатар сіздің әдемілігіңіз, бетіңізден нұр кетпейді, теріңіздің өзі әдемі бола береді. Сондықтан суды көбірек ішейік. Ал енді түнге қарта суды әрине тоқтату керек. Сағат 5-6-тан кейін тоқтату керек. Ал үлкен кісілер көбінесе су ішіңіз десе, мен шай ішіп жатырмын, кешке дейін мұнша шай іштім, сонша шай іштім дейді. Сіздің сол шайыңыздан гөрі шайды іше беріңіз. Ол шай сізге судың көптігінде көптік бермейді. Көп болса бір шайнек ішерсіз, одан артық іше алмайсыз. Сондықтан суды үлкен кісілерге арнап айтамын, бұны көбірек ішіңіздер.